Мен Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, мектеп-лицейінің 5-ші Б сынып оқушысы Бекеш Ақжүніс. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 10 тамызда Қарқаралы Семей облысында дүниеге келді. Туылған кезіндегі есімі Ибрахим. Ол 1904 жылы дүниеден озды. Абай Құнанбайұлы аса көрнекті ақын, ағартушы, композитор, саяси қоғам қайраткері, ойшыл. Абай Құнанбайұлының 16 қара сөзі. Қазақ құлшылығын Құдайға лайық болса екен демейді. Тек жұрт істегенді біз де істеп, жатып, тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер есесі жия келгенде, тапқаным осы, біттім, алсаң ал, әйтпесе саған бола жерден мал қазанба, дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағала дәрісі саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып үйреніп әлек болмайды. Енді қартайғанымда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болады дағы, тілімнің ұшы келмегені қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше бір жаратылып па. Абай Құнанбайұлының өлеңдері қыс, күз, жазғы тұры, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қаттым сәлем қаламқас, көзімнің қарасы, тағы да басқалары. Өлсем орныма қара жер, сыз болмай ма? Өлсем орныма қара жер, сыз болмай ма? Өткір тіл, бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат, ғадауатпен майдан басқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз, тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан, жерін тауып артқыға сөз болмай ма? Сонда жауап бере алман мен бейшара, сіздерге еркін тер байқап қара, екі күймек бір жанға әділ етпе, қаны қара бір жанмын жаны жара. Жүрегінің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. Соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойма.